Құрметті оқушылар, ал енді 5-ші сабақтың Б тобына қатысты есептерге мысалдар қарастырайық. Олай болса, ең алдымен 5-те 9-шы жаттығудың бірінші есебін мысал ретінде қарастырайық. Бұл жерде өрнектің мәнін табу қажет. Олай болса, ең алдымен мына бір өрнекті ықшамдап жазып алайық. Олай болса, А-ның 4-ші дәрежесі көбейткен Б-ның 5-ші дәрежесінің квадратын ашып жазатын болсақ, екінші дәреже екеуіне де тиісті. А-ның 4-ші дәрежесінің квадраты А-ның 8-ші дәрежесін береді, ал Б-ның 5-ші дәрежесінің квадраты Б-ның 10-ші дәрежесін береді. Бөлінген А квадраттың кубы А-ның 6-ші дәрежесін береді, ал Б квадраттың кубы Б-ның 6-ші дәрежесін береді. Енді бұлар өзара бөлініп тұр. Демек, А-ның 8-ші дәрежесі бөлінген А-ның 6-ші дәрежесі, ол жерде негізі өзі жазылып, дәреже көрсеткіштері азайтылатын. 8-ден 6-ны азайтсаң, А-ның квадраты қалады. Ал Б-ның 10-ші дәрежесі бөлінген Б-ның 6-ші дәрежесі азайтылып, Б-ның 4-ші дәрежесі қалады. Олай болса, А-ның орнына 0,5-ті қойсақ, 0,5-тің квадраты көбейтілген Б-ның орнына 2-ні қоямыз. 2-ның 4-ші дәрежесі. Олай болса, 0,5-ті квадраттайтын болсақ, 0,125 шығады. Ал 2-ның 4-ші дәрежесі деп отырғанымыз 16-ға тең. 0,125-ті 16-ға көбейтсек, 4 деген жауапты аламыз. Ал енді келесі үшінші есепті қарастырайық. Бұл жерде алдымен мына бір өрнекті ықшамдап жазып алайық. Минус 2-ның кубы деп отырғанымыз ол минус 8-ге тең. А-ның 6-ші дәрежесінің жақшан сыртында кубы 6 мен 3 көбейтіліп, А-ның 18-ші дәрежесін береді. Б-ның кубының жақшан сыртында тағы да кубы 3-ке 3 көбейтіледі, сонымен Б-ның 9-ші дәрежесі болады. Бөлінген 5-тің квадраты деп отырғанымыз 25-ке тең. А-ның 8 дәрежесінің квадраты А-ның 16-ші дәрежесін береді. Б-ның 4 дәрежесінің квадраты Б-ның 8-ші дәрежесін береді. Демек, минус 25-тен 8 деп мынаны бөлу арқылы жазып алайық. Ал А-ның 18-ші дәрежесі бөлу А-ның 16-ші дәрежесі, олардың дәреже көрсеткіштері азайтылып, А-ның квадраты қалады. Және де Б-ның 9-ші дәрежесі бөлінген Б-ның 8-ші дәрежесі дәреже көрсеткіштері азайтылса, Б-ның 1-ші дәрежесі қалады. Яғни, Б-ның өзін жазып аламыз. Енді А мен Б-ның орнына сан мәндерін қоятын болсақ, яғни, мына жерде жазатын болсақ, минус 25-тен 8-дің өзін жазып алайық. А-ның орнына 8-ден 7-ні қоямыз. Бұлардың А-ның квадраты бар, сол үшін 8-ді квадраттап жазатын болсақ 64 болады. Ал 7-ні квадраттап жазатын болсақ, онда 49 болады. Және көбейтілген Б, бізде Б-ның мәні минус 25-тен 3-ке тең. 25-тен 3-тің өзін жазып аламыз. Демек, бұл жерде енді қысқаратын өрнектер болса, бір-біріне қысқартып жібереміз. Олай болса, 8 бен 64-ті қысқартамыз. Мына жерде 8 қалады, мына жерде 1 қалады. Екеуіне 8-ге қысқартып жібердік. Ал енді олай болса қараймыз. Басқа қысқаратын өрнектер жоқ. Демек, 49-ға 3-ті көбейтетін болсақ, онда 147 болады. Таңбасы плюс шығу себебі, мына жерде минус бар, мына минуспен көбейтіліп, олар плюс болып кетеді. Бөлшектің алдында 147, бөлімінде 25-ті 8-ге көбейтетін болсақ, 200 болады. Ал 200-ді 25-ге көбейтетін болсақ, онда біз 5000 деген жауапты аламыз. 5000-нан 147. Өте үлкен сандар шықты. Ал енді келесіде 5-те 10-ші жаттығуды шығаратын боламыз. Бұл жерде біз тепе-теңдікті дәлелдеуіміз қажет. Олай болса, ең алдымен дәреженің қасиеттерін пайдаланып жақшыларды ашып алайық. Яғни 3-тің 5-ші дәрежесі және 2-нің 5-ші дәрежесі көбейтілген. 5-ке 3 көбейтіліп 2-нің 15-ші дәрежесін береді. Көбейтілген 3-тің 7-ші дәрежесі бөлу. Мына жақтан ашатын болсақ, 2-нің 10-ші дәрежесінің квадраты 2-нің 20-ші дәрежесін береді. Ал 3-тің жақтан сыртына квадраты болып тұр, оны 3-тің квадраты деп жазып ала берейік. Енді, мына жерде көріп отырсыздар, 3-тің 5-ші дәрежесі бөлшектің бөлімінде тұр, ал мына 3-тің 7-ші дәрежесі алымына көбейтіледі. Демек, олар бір-бірінен бөлу болып тұр өзара. Оларды бөлген кезде дәреже көрсеткіштерін азайтатынбыз. Яғни 3-тің 7-ші дәрежесі азайтылған 3-тің 5-ші дәрежесі. Ол кезде 3-тің квадраты қалады. Және де 2-нің 5-ші дәрежесін 2-нің 15-ші дәрежесін көбейтетін болсақ, онда 2-нің 20-ші дәрежесі деген өрнекті аламыз.
мына жерде бөлүү өрнегін бөлшекпен ауыстыратын болсақ, 2-ның 20 дәрежесін жазып аламыз. Көбейтілген 3-тің квадраты. Мінекей бөлшектің алдындағы 2-ның 20 дәрежелері қысқарып кетеді, және 3-тің 2-ші дәрежелері де қысқарып кетеді. Сонда біздің өрнегіміздің мәні 1-ге тең болады. Мінекей бізде теңнен кейін 1 деген өрнек тұр. Демек біз барлығын қысқартып жіберген кезде соңында 1 деген жауап шықты. Демек біз тепе-теңдікті осылай дәлелдеп шықтық. Тура осылай 4-ші тепе-теңдікті дәлелдейтін болсақ, ең алдымен жақшыларды ашып алайық. 9-ның 4-ші дәрежесінің жақшаның сыртына 5-ші дәрежесі көбейтіліп 9-ның 20-ші дәрежесін береді. 8-дің 3-ші дәрежесінің жақшаның сыртына 5-ші дәрежесі көбейтіліп 3 пен 5. 8-дің 15-ші дәрежесін береді. Бөлінген. Мына жерде 9-ның 20-ші дәрежесі бөлінген 8-дің 2-ні 7-ге көбейтетін болсақ, 14-ші дәрежесі болады. Тең болады 8-ге. Олай болса, мына жерде 9 пен 9 бөлініп тұр, және дәреже көрсеткіштері азайтылады. 20-дан 20-ны азайтсаң 0 болады. Онда 9-ның 0-ші дәрежесі 1-ге тең. Бұларды қысқартып жүруге болады. Тура осылай 8-дің 15-ші дәрежесі бөлінген 8-дің 14-ші дәрежесі қалды. Бұл жерде де дәреже көрсеткіштерін азайтамыз. Яғни 15 азайту 14 тең 8-ге. 15-тен 4 азайтатын болсақ, 8-дің 1-ші дәрежесі қалады, ол 8-дің өзіне тең. Демек 8 тең 8-ге. Осылайша 4-ші тепе-теңдікті де дәлелдеп шықтық. Ал енді 5-те 11-ші жаттығу. Бұл жерде біз өрнекті ықшамдауымыз қажет. Ең алдымен бірінші есепті ықшамдайық. Ол үшін жақшыларды ашып жазып аламыз. 2-ның 3-ші дәрежесі отырған жақсы білесіздер 8-ге тең. X-тің 5-ші дәрежесінің кубы X-тің 15-ші дәрежесін береді. Y-тің 7-ші дәрежесінің кубы Y-тің 21-ші дәрежесін береді. Бөлінген X-тің 14-ші дәрежесі және Y-тің 20-ші дәрежесі. Азайтылған. Келесі жақшаны ашатын болсақ, мына жерде 3-тің кубы деп отырғанымыз бізде 27-ге тең. X-тің кубын өзін жазамыз. Y-тің 5-ші дәрежесінің кубы Y-тің 15-ші дәрежесін береді. Және де бөлінген екінші жақшаның өрнектерін жазып шығамыз. X-тің квадраты Y-тің 14-ші дәрежесі тең болады. Енді ең алдымен мына жердегі бөлуді орындайтын болсақ, бұл жерде 8-дің өзін жазып алайық. Өйткені 8-де мына жерде X-тің коэффициенті 1, 1-ге бөлсек 8-дің өзі шығады. X-тің 15-ші дәрежесі бөлінген X-тің 14-ші дәрежесі. Дәреже көрсеткіштері азайтылады. 15-тен 14 азайтатын болсақ, X-тің өзі қалады, яғни X-тің 1-ші дәрежесі. Ал Y-тің 21-ші дәрежесінен Y-тің 20 дәрежесін азайтқан кезде де Y-тің өзі қалады, яғни 1-ші дәрежесі қалады. Азайтылған. Енді екінші бөлуді орындайтын болсақ, мына жерде 27-ның өзін жазып алайық ең алдымен. X-тің кубы бөлінген X-тің квадраты. Бұл жерде 3 пен 2 азайтылып, X-тің 1-ші дәрежесі қалады. Және де Y-тің 15-ші дәрежесі бөлінген Y-тің 14-ші дәрежесі. 15-тен 14 азайтсақ, Y-тің 1-ші дәрежесі қалады. Бұл жерде X пен Y-ті жақшаның сыртынан шығарып жіберетін болсақ, ортақ көбейткіш ретінде мына жерде 8 қалады бірінші өрнегіміздің орнында. Азайтылған екінші өрнегіміздің орнында 27 қалады. 8-ден 27-ні азайтатын болсақ, минус 19 болады. Сонда минус 19 X Y деген жауапты аламыз. Енді келесіде 4-ші есепті шығарайық. Бұл жерде де өрнекті ықшамдауымыз қажет. Ең алдымен жақшыларды ашып жазып алайық. Минус 2-ның квадраты деп отырғанымыз плюс 4-ке тең. А-ның 10-ші дәрежесінің квадраты А-ның 20-ші дәрежесін береді. Және B-ның 20-ші дәрежесінің квадраты B-ның 40-ші дәрежесін береді. Өйткені 20-ны 2-ге бөлсек 40 шығады. Бөлінген. Минус А квадратты көптейтін болсақ, минус А-ның 6-ші дәрежесі болады. Ал B кубты көптейтін болсақ, онда 3 пен 3 көбейтіліп, B-ның 9-ші дәрежесін береді. Бөлінген. Мына жерде минус 2-ның квадраты 4-ті береді. А-ның 5-ші дәрежесінің квадраты А-ның 10-ші дәрежесін берсе, B-ның 24-ші дәрежесінің квадраты B-ның 48-ші дәрежесін береді. Өйткені 24-ті 2-ге көбейтетін болсақ, 48 болады. Енді бірінші мына екі амалды орындап шығайық. Екінші өрнекте коэффициентте ештеңе жазылмаған, сол үшін минус 1 деп қабылдаймыз. Өйткені алда минус таңбасы бар. 4-ті минус 1-ге бөлетін болсақ, минус 4 шығады.
a-ның 20 дәрежесі бөлінген a-ның 6 дәрежесі. Дәреже көрсеткіштері азайтылып, a-ның 14 дәрежесі қалады. b-ның 40 дәрежесі азайтылған b-ның 9 дәрежесі. Бұл кезде азайтылып, b-ның 31 дәрежесі қалады. Бөлінген. Мына өрнегіміздің өзін жазып алайық. 4 a-ның 10 дәрежесі, b-ның 48 дәрежесі. Енді бөлу амалын орындайтын болсақ, минус 4-ті 4-ке бөлетін болсақ, минус 1 шығады. 1-ді жазбаймыз, өйткені 1 деген коэффициент жазылмайды, білесіздер. a-ның 14 дәрежесін a-ның 10 дәрежесіне бөлетін болсақ, онда 14-тен 10-ды азайтсақ, a-ның 4 дәрежесі қалады. Ал b-ның 31 дәрежесінен b-ның 48 дәрежесін азайтатын болсақ, b-ның минус 17 дәрежесі қалады. Ал енді келесі 5-те 12 жаттығудың бірінші есебі. Бұл жерде өрнекті ықшамдауымыз қажет. Ең алдымен жақшаны ашып жазып алайық. X-тің 11 дәрежесінің квадраты 11-ге 2-ні көбейтетін болсақ, X-тің 22 дәрежесі болады. Y-тің 12 дәрежесінің квадраты болып тұр. 12-ге 2-ні көбейтетін болсақ, Y-тің 24 дәрежесі болады. Ал Z-тің 13 дәрежесімен 2-ні көбейтетін болсақ, Z-тің 26 дәрежесі болады. Бөлінген. Екінші жақшаны ашамыз. X квадраттың 9 дәрежесі 2 мен 9 көбейтіліп, X-тің 18 дәрежесін береді. Ал Y-тің 1 дәрежесімен 9 көбейтіліп, Y-тің 9 дәрежесі болады. Z квадратпен 9 көбейтіліп, Z-тің 18 дәрежесі болады. Көбейтілген. Мына жерде X дәрежесі квадрат болады. Ал Y-тің дәрежесі тура солай квадрат болады. Өйткені 1 дәрежеге 2-ні көбейтсең, квадраттың өзі шығады. Z-тің 5 дәрежесінің квадраты Z-тің 10 дәрежесін береді. Тең. Ең алдымен X-тар бастапқыда бір-біріне бөлініп тұр, сосын көбейтіліп тұр. Оларды орындайтын болсақ, негізін өзін жазып алып, дәреже көрсеткіштерін бірінші азайтып, сосын қосатын едік. 22-ден 18 азайтатын болсаң, X-тің 4 дәрежесі қалады. Оған X квадраты көбейткен кезде 2 дәреже қосылады. 4 дәрежеге 2 дәрежені қоссаң, X-тің 6 дәрежесі шығады. Тура солай. Y-тің 24 дәрежесі бөлінген Y-тің 9 дәрежесі. 24-тен 9 азайтатын болсаң, Y-тің 15 дәрежесі қалады. Және де мына жерде Y-тің квадраты оған қосылады. Сонда Y-тің 15-ге 2-ні қосатын болсақ, 17 дәрежесі болады. Ал соңғы үшінші өрнегіміз Z-тің 26 дәрежесіне бөлініп тұр, Z-тің 18 дәрежесі. Ол кезде азайтылады, сол кезде Z-тің 8 дәрежесі қалады. Көбейтілген Z-тің 10 дәрежесі. Енді Z-тің 8 дәрежесі көбейтілген Z-тің 10 дәрежесі болды. Бұл жерде дәреже көрсеткіштері қосылады. 10-ға 8-ді қосатын болсақ, Z-тің 18 дәрежесі деп ықшамдап жазып ала аламыз.